Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте оңай салат дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттің бәрін описаниеге жазып қалдырамын. Бірінші жұмыртқаны майдалап тураймыз, 4 бұрышты етіп. Міне осындай Енді қиярды ортасынан бөліп, жіңішке формада бұлай қиғашынан турап шығамыз. Тағы да бөліп аламыз. Және қиғаш формада турап шығамыз. Жұмыртқа мен қиярды турап алдық. Енді ыдысымызға жарты банка жүгері қосамыз. Және де дүкенде сатылатын кез келген осындай сухарикті қосамыз. Ең соңында өздеріңіз қалағанша майонез қоссаңыздар болады. Қазір мен 2 ас қасық қосып көремін. Осыны араластырып көреміз. Тағы да қосу керек сияқты. Төрт ас қасық қоссақ, жеткілікті болады екен. Мінекей достар, салатымыз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.